Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін біз Елімай футбол клубының логотип эмблемасын жасайтын боламыз. Осылай қойып аламыз. Осыдан мінекей қалыңдығын көбейтіп аламыз. Мінекей. Енді осы жерден біз осы қойып аламыз да, жерге былай shift ұстап тұрып, осылай басамыз. Мінекей заливкасын өшіреміз. Осылай қойып қоямыз. Былайынан жасап көрейік. Мінекей әдемі келді. Şöyle bir енді біз осылай белгілеп аламыз. Осылай өшіріп тастаймыз. Мына жерден түзеліп жүреміз. Трансформировать, зеркальное отражение, копировать. Осылай қойып аламыз. Мына жерде артық элементті дұрыс қойылған жоқ. Осылай тұра берсін. Енді біз мына жерге осылай қойып аламыз. Мінекей. Осылай салып аламыз. Осылай басамыз. Окей. Осылай қойып қоямыз. Мінекей. Енді осы жерде осы инструмент таңдап, баянын көтереміз. Мінекей. Мінекей. Осылай қойып аламыз. Ctrl-G. Енді бұны алып біз кішірейтеміз. Осылай қойып қоямыз. Цвет белый. Пока осылай. Кішірейтеміз. Енді біз мына жерге квадрат салып аламыз. Цвет черный. Центрге қоямыз. Үлкейтеміз. Қалыңдығын көбейтеміз. Енді осылай линия қойып аламыз.
Ctrl-G, Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да, айналдырамыз. Мына жерде Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да. Кетіп қоямыз. Оны белгілеп аламыз. Соны объект разобрать. Окей дейміз. Объект контур, создать параллельный контур. Объект разобрать. Контур, создать параллельный контур. Контур, создать параллельный контур. Окей дейміз. И мына жерден біз осылай белгілеп алып артық элементтерді өшіреміз. Енді мынаны Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да, айналдырап осы қойып аламыз. Осылай қойып аламыз. Это бұл цветтерін пипеткамен таңдаймыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да, осы қойып аламыз. Пипеткамен түсін таңдаймыз. Артқы фонға жіберіп жібереміз. Окей, мынаны тоже пока осылай тұра берсін. Мына жерде жұлдыз санын қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жұлдыз екен. Мына жерде жұлдыз таңдаймыз. И осы жерде бір рет басамыз. 8 деп басамыз. Окей деп таңдаймыз. Окей, осылай қойып аламыз. Бұл жұлдыз бұлайнан қойып қоямыз. Цветін тоже пипеткамен. Пока осылай тұра тұрсын, размерін кішірейтетін сияқтымыз. Енді мына жерге Елімай футбол клубы деп жазу керек. Бұл үшін осылай круг
қойып аламыз. Бұл логотиптің дизайн авторы Әділ деген семейлік жігіт жасаған. Яғни өзінің туған жеріне осындай логотип арнап жасаған. Қазір бұл логотип қолданыста жүр. Или енді қолданайын деп жатыр. Бірақ жақында жасаған логотип, керемет жасалған. Желемай футбол клубы. Да, размерін. Қойып аламыз шрифтін. Мен нені үлкейтіп отырмын? Басқа нәрсені айналысып кетіппін ғой. Размер осындай қатты үлкен емес. Бұл шрифт походу мансарат сияқты ше. Арасын арасы примерно 150 сияқты. Пока тұра берсін. Control. Бұны біз көшіріп аламыз. Шрифті осындай. Төменге енді семей деп жазу керек. Мінекей. Осылай қойып аламыз. Енді шрифттарды разобрать етеміз. Преобразовать в кривые. Все. Пипеткімен енді ақ түсті таңдау керек. Мінекей. Енді мына жылбышталарды осылай әдемілеп центрге қойып алу керек. Окей. Осылай қойып қоямыз.
объект разобрать етеміз. Окей деп басамыз. Шрифтпен осылай таңдап аламыз. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмыс дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Жалпы бәрі дұрыс қой. Егер де сіздерге жоқ, мына жерде осыны қойып аламыз. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылды түрде жасап береміз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.